Сәлем достар, денсаулық кілті арнасына қош келіпсіздер. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болады, сондықтан да соңына дейін көріңіздер. Шаштың түсуі тұқым қуалаушылықтың, гормоналды өзгерістердің, аурулардың немесе қартаюдың қалыпты бөлігі болуы мүмкін. Шаш түсудің екі түрі бар, уақытша және тұрақты. Кез келген адам басынан шаш жоғалтуы мүмкін, бірақ бұл көбінесе ер адамдарда кездеседі. Шаштың түсуі сыртқы факторлардан және адамның ішкі органдары жұмысының әлсіздігінен де болуы мүмкін. Ғылымда шаштың түсуін аллопеция деп атайды. Дұрыс әрі уақытылы тамақтанбау, шаш күтіміне мән бермеу, жиі күйзелу шаштың түсуіне әсер етеді. Сонымен бірге өт жолдары мен асқазан жұмысының бұзылуы, қандағы темір деңгейінің жеткіліксіздігі, гормон ауытқушылығы салдарынан да шаш түседі. Сонымен қатар шаштың түсуі тұқым қуалайды. Шашы көп түсіп сиреп кеткен адамдар әуелі маман кеңесіне жүгініп, олар ұсынған арнайы сусабындарды пайдаланғаны жөн. Ол сусабындардың құрамында шаштың қатаюына әсер ететін дәрумендер болады. Ал үй жағдайында түймедақ, алоэ, қалақай, жалбыз шөптерін қайнатып, суын тұндырып, шашты сонымен жуу керек. Ол шаштың түсуін тежейді. Сонымен қатар 1-2 ай бойы аптасына бір рет шаш түбін спиртпен немесе майсана майымен сүртсе, 1-2 ай өткен соң шаш түбі қатая бастайды. Шаштың түсіп сиреуі көбіне шашты дұрыс күте білмеуден және күнделікті ішіп жейтін тағамдарға мән бермеуден болады. Мысалы, с дәрумен көп тұтынғаннан шаш жиі түседі. Шашқа кем дегенде аптасына 1 рет күтім жасап отыру қажет. Шаш кептіруге, бүйралау мен тіктеуге арналған құралдарды қолдануды азайту қажет. Және шаш бояудан да шашты демалдырып тұрған дұрыс. Бұған қоса шашты күнде жумаған дұрыс. Ол шаштың әлсіреуі мен тез майлануына себеп болады. Ағзаға темір жетіспеушілігінен шаш жиі түсетінін ескерсек, шай, кофе, газдалған сусындарды ішуді де тыйған дұрыс. Өйткені мұндай сусындар темірдің ағзаға сіңуіне кедергі келтіреді. Егер шаш маңдайдан бастап түсетін болса, тәттіні, шырындарды, сүтті, спиртті ішімдіктерді ішуді азайту қажет. Шашты табиғи өсімдіктермен, айранмен, маска жасау арқылы емдеуге болады. Қандай жағдай болмасын, шаштың түсуімен күресу барысында косметикалық рәсімдерді тек арнайы медициналық дәрі-дәрмекпен және мамандардың бақылауымен жасау керек. Шаштың мықты болуы тарауға да байланысты. Шашты су кезінде тарамау керек, себебі шаш әлсіреп, ол кезде көбірек созылуы және де үзілуі мүмкін. Шашты құрғақ кезде тарау керек және де оны ұшынан бастап жоғары қарай тарау керек, төменнен жоғары қарай. Видео пайдалы болса тіркеліңіз, пайдаңызға жарасын, деніңіз сау болсын.